Достар, енді байдың балалары бүйтіп жүрмейтін болады да. Неге? Себебі алдында арыз жазылғанда, зикір бойынша ДТП кешегі Аль-Фараби деген. Не себепті МПС-дің бастығын орнынан алып тастады десеңіздер, мынандай арыз жазылған. Бұл арыз жазылған кезде міне төбесінде арыздың номері тұр. Не себепті бұл тонировкамен жүр деген, подложкамен жүр деген сұрақ туындайды да. Сол жазылған арыз ешқандай әрекетсіз, ешқандай шешімсіз қалғандықтың кесірінен жаңағы дәл осы гос номермен жүріп ДТП жасап 3 адамның өмірін алып кетті да, көрдіңіз ба? Бездействие деген қалай? Бездействие осы жерде болып тұр. Мына кісілерді алып тастады ғой, жаңағы ДВД-ның замы, МПС-дің бастығы, УАП-тың бастығы, Шумаев Сергей Сатаевич. Ол напрямую осыған жауапты адам. Осы жазылған арыз напрямую осылардың исполнениесіне түседі. Түсінесіздер ма? Міне, стол второй дейді, Узабай Ержан деген. Не себепті алып тастады? Осы үшін алып тастады. Алматыда былай жүрген да. Байдың бал. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.